Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі мен ұсынайын деп отқан сабағым факультативтік сабақ қол күрес әдіс-тәсілдері. Бұл факультативтің мақсаты оқушылардың денсаулық деңгейін анықтай отырып, жас ерекшеліктеріне қарай білек бұлшықеттерін шыңдау. Міндеті денсаулықты сақтау, жауапкершілікті, ынтымақтастықты қалыптастыруға баулу. Нәтижесі білек бұлшықеттеріне арналған жаттығуларды меңгере алады, қол күрес кезіндегі әдіс-тәсілдерді пайдаланады, күресу кезіндегі ережелерін пайдалана отырып физикалық жүктемелерді орындай алады. Тақырыбы қол күрес әдіс-тәсілдері. Курстың мақсаты оқушылардың денсаулық деңгейін анықтай отырып, жас ерекшеліктеріне қарай бұлшықеттерін шынықтыру. Курстың міндеті бір жыл ішінде аяқтағаннан кейін оқушы білуі керек. Бірінші, қол күресінің шығу тарихымен танысу. Екінші, қол күресінің ережесімен таныстыру. Үшінші, қол күрес орындығын қалай тұру керектігін білуді үйрету. Орындай білу керек. Алған білімді практикада қолдана білу, назарын ойын шоғырландырып, уақытты үнемдеу, жауапкершілікті, ынтымақтастықты қалыптастыру. Оқушылар көрсете білуі керек. Күресу кезінде ережелерін сақтап күреседі. Қол күресінің орындығын пайдалана біледі. Қол күрес кезіндегі ескерту берілетін әдістерді жасамауды сақтай білуді. Курстың ұйымдастыру формасы практикалық жұмыстар. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бірінші бөлімге қол күресінің шығу тарихына 5 сағат. Екінші, қол күресінің техникаларына 24 сағат. Қол күресінің чемпиондары 3-ші бөлімге 5 сағат. Мынау менің жылдық жоспарым. Қол күресінің шығу тарихы. Қол күресі армрестлинг спорты ежелден қызық әрі қиын спорт түрі болып табылады. 1952 жылы Калифорнияның Петалума қаласында ең бірінші осы спорт түрі жандана бастаған. Бұл спорт түрінің жандануына үлес қосқан алғашқы адамдардың бірі америкалық журналист Билл Соберанис болып табылады. Ол ең алғаш 1952 жылы Петалума залында қол күресінен армрестлингтен жарыс өткізіп, халықтың ыстық ықыласына бөлене отырып, осы спорттың дамуына себепші болды. Қазірдің өзінде Петалума қаласында әр жылдың қазан айының 2-ші сенбісінде қол күресі өткізіліп отырады. 1962 жылы Билл мен Дейв Девато бірінші әлем чемпионатын өткізген. Осылайша бұл спорт түрі қазіргі кезде өз федерациясын құрып, аудандық, облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде өткізіліп тұрады. Қазіргі күнде қол күресінің армрестлинг деген атаумен белгілі. Бұл сөз ағылшын тілінен аударғанда арм-қол, рестлинг күрес деген мағынаны білдіреді. Арм-рестлинг спорты қазіргі кезде Олимпиада ойындарына кірмесе де, бұл спорт түрі студенттер, оқушылар, қарттар және мүгедектер арасында өткізіліп отырады. Қол күресінің үстелінің құрылысымен таныстыра кетсем, биіктігі 90 см, ұзындығы 90, ені 66 см және шынтақтың тұратын төсеніші биіктігі 5 см және ені 18 см болады. Қол тиетін жастықшаның ұзындығы 30 см, ені 5 см. Қол күресінің ережелері. Спортшылар тек спорттық киімде, спорттық аяқ киімде дуэльге қатысуға рұқсат етіледі. Ал иық пен қолдың ортасы, қолдары ашық болуы керек. Саусақтарда сақина тағуға тыйым салынады және қол таза болуы керек. Және басқа шапка киген жағдайда шапка алынып тасталынады. Төреші алаңға спортшының аты аталып шақырғаннан кейін 2 минутқа кешіксе, спортшыға жеңіліс беріледі. Сабақтың тақырыбы қол күрес әдіс-тәсілдері. Оқу мақсаты денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезінде болуы мүмкін ережелерді орындау. Бұл менің бір сабақтағы қыздырмау жаттығуларым оқушыларым өткізген. Одан кейін оқушыларды топқа бөлдім және жеке жұмысым және жұптық жұмысым. Яғни қол күресінде 3 әдіспен күресіледі. Бірінші
суреттегі білекке күресу, екінші ковра стилінде күресу және үшінші білекті жастықшаға тигізу. Одан кейін аяқты тіреу әдістері үш тәсіл. Бірінші суреттегі әдіс бұл қарсылас бет жақтағы столға аяғын тіреп күресу. Екінші өз столының жанына тіреп күресу. Үшінші ешқандай тіреусіз аяқты алшақ ұстап күресу. Енді төрешінің қимылдары. Бірінші суреттегі төрешінің қимылы шынтақты қою. Екінші қол күреске алақандармен дайындау. Саусақтарындағы спортшылардың бас бармағының сүйегі көрініп тұруын қадағалау. Одан кейін білектің қоспаларын қарау, иықтың дұрыс орналасуын қарау және қауіпті жағдайда тоқтату әдісі және бірінші ескерту, екінші ескерту және жеңімпазды анықтау пәрмендері. Одан кейін білекті қатайтуға арналған жаттығулар, оқушыларды бағалау және менің қол күреске сабағында тартылған оқушыларымның суреттері. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.